Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында кепси жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Тауық етімізді алып, орташа көлемде турайтын боламыз. Сіздер тауық аяқтарын алсаңыздар болады. Міне орташа көлемде турап болдық. Үстіне бір қасық тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды, қызыл бұрышымызды салып, бір келке етіп жақсылап араластырып аламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, тез дайындалады. Үстіне бір стакан жылы сүтімізді құямыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Енді кепсиіміздің клярын дайындаймыз. Бір қасық паприка тұзымызды саламыз. Сіздер ащы болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Міне біздің клярымыз дайын болды. Ұнымызға аунатып, ысып тұрған сұйық майымызға пісіріп алатын боламыз. Қасында сіздер бақылап тұрыңыздар. Тауық етті тез піседі, күйдіріп алмайық. Жасалу жолы өте оңай, балаларымызға ұнайтын болады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Егер жасаған болсаңыздар, төменге қолдау білдіріп жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы тағам түрлерін салатын боламын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып